Қазіргі кез біздің талапкерлердің өздеріне білім бағдарлама болмаса оқитын саланы іздейтін сәт дәл қазір. Бұл туралы көптеген ата-аналар уайым қайғыда қазір. Әрине уайымдейді. Мен барлығының ондай уайымдерін түсінемін жақсы. Өйткені бәріміз балаларымыз оқуға түсіп кетсе екен деп айтамыз. Содан кейін олар барынша мемлекеттік тапсырыспен грантқа түсіп кетсе екен деп айтамыз. Жалпы қазір талапкерлер үшін өте бір сондай күрделі уақыт. Өйткені бүгінгі оқу бітіруші біздің түлектеріміз, мектеп бітірушілер барлығы қай салаға оқуға түсетін, қай бағдарламаны таңдайтын, сол туралы уайымдеп жүр. Олардың ата-аналары балаларынан да ары уайымдеп жүр деп ойлаймын. Осы орайда ата-аналарға болмаса біздің талапкерлерге беретін кеңесім, ең бірінші ата-аналар өздерінің балаларының қаншалықты қай салаға бейім екенін жақсылап қарап, ойланып, оларға қатты бір жаңағы күш көрсетпей, олардың да бір өздерінің қалаған нәрсесін тыңдау керек деп ойлаймын. Негізі әрине қазіргі енді 21 ғасырда неше түрлі мүмкіндіктер бар. Мектепте оқып жүрген кезде баланың қандай салаларға бейім екенін тест арқылы да анықтауға болады, мысалы үшін. Бірақ жоқ, сен бұлай қалай ақша таппайсың, болмаса бұл жердегілер бұл қызық емес жұмыс деп баланың шешіміне қатты ықпалын тигізу дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені көбінесе бізде балалар айтып жатады, студенттер, кім таңдады дегенде ата-ана таңдады дейді. Ол қаншалықты дұрыс? Меніңше ол дұрыс емес сияқты. Өйткені ата-ананың білгені, түйгені ол тағы да өткен ғасырдың нәрсесі. Біз басқа заманда өмір сүрдік, біз басқа құндылықтарменен кездестік, біз басқа ортада болдық. Шын мәнінде, мысалы үшін, мен оқу бітірген кезде мен жұмыспен қамтылдым 100%. Бүгінгі түлектер, олар бірден бәсекеге ие болу керек, қабілетті болу керек, сондай ортаға түседі. Бірден нарыққа түседі. Нарыққа түсіп, бәсекеге қабілетті болу керек. Сондықтан біздің заманымызда ата-анамыз бір жапырақ диплом алып берсек болды деп айтатын. Арғартай өзің өмір сүріп кетесің деп. Қазір біз олай айта алмаймыз. Олардың білімдері негізі көп болу керек, әрдайым үздіксіз жетілдіріп тұру керек. Сондықтан балалардың да ой пікіріне кішкене құлақ салу керек деп ойлаймын, ойлану керек. Әрине, ата-ана болған соң қамқорлық жасаймыз, ата-ана болған соң өз пікірімізді, кеңесімізді айтамыз. Бірақ қатты балаларды күштеуге болмайды деп ойлаймын. Мен бір жерден оқығаным бар, негізі. Психологтар айтады, кейбір эзотерика несінде де айтылады. Егер біз 6-шы, где-то 7-ші класстарда қай нәрсені армандаймыз, сол біздің болашақ мамандығымыз деп айтады. Шын мәнінде мүмкін солай шығар. Мен, мысалы үшін, мұғалім болуды армандағам. Мектепте ұстаз болғым келетін. Мен көзімше өзім ауылға келемін, өз ауылыма, мектеп директоры боламын деп елестететін. Соның кейін ол неден туындайтын? Ол біздің мектепте біз ауылдық жерде өстік. Ауылдық жерде көп мүмкіншіліктер жоқ. Мысалы үшін, мен пианино ойнағым келеді, музыкалдық мектеп жоқ. Мен сценада ойнағым келеді, ондай театр жоқ. Сол нәрселерден туындайтын. Мен айтатым, мен осы ауылға келемін, осы ауылда мектептің директоры боламын. Содан кейін балаларға, осы ауылдың балаларына көптеген мүмкіндіктерді жасаймын деп ойлайтымын. Енді қараңыздар, мен негізі әкем айтқан, қаяқтың мұғалімі, педагогикаға барма деп. Сонымен мен экономист болып шықтым. Нархозға, қаржы мамандығына түстім. Ал енді күннің күнінде мен бәрібір оқытушы болып шықтым. Құдайға шүкір деп айтамын. Неліктен? Шын мәнінде аудиторияға, дәрісханаға кірген кезде, қандай бір дәріс өткізіп, лекция, сабақ өткізіп шыққан кезде, менің ең бақытты сәтім сол кезде. Мен аудиториядан шыққан кезде өзімді сондай бақытты санаймын, сезінемін. Бүгінгі, мысалы үшін, лауазым маған үлкен бақыт әкелмейді. Лауазым тек қана бір мүмкіндік өзіңді жаңағы көрсету, мүмкін тәжірибемен бөлісу үшін керек шығар. Бірақ жалпы ләззат алатын жұмысым менің, ол аудитория. Соны қазір мен ойлаймын, ана нәрселерді оқыған кезде ойлаймын, шын мәнінде солай шығар.
мен сенімдімін, кез келген адамға өзінің болашақ мамандығын таңдап, сол мамандықтан күнде жұмысқа бара жатып ләззат алған, ол ең үлкен бақыт деп ойлаймын. Алланың берген ең мықты сыйы. Өйткені адам осы әлемдегі, осы жерге келгендегі мақсатын тапқан сияқты. Сондықтан бірден сондай бір өзіңнің өте жақсы көретін мамандығын тауып кету, сонымен күнде айналысу, күнде жұмысқа қуана келіп, қуана кету, ол бақыттың бақыты деп ойлаймын. Сол бақытты мен барлығына тілеймін. Барлық бүгінгі оқуға түсейін деп отырған балаларға тілеймін. Алла сондай жақсы мамандықты кездестірсін. Енді Алланың берген менің өмірімде екі өте қымбат жандар бар. Ол менің ұлым менен қызым. Жасыма қарамай ол балалар өте жас, менің балаларым. Мүмкін немере сүйетін шақта мен ұлды, қызды болдым. Оған Құдайға шүкір, мың мәрте Аллаға ризамын. Балаларыма не тілер едім? Шын мәнінде менің өмірімдегі ең бір бақытты сәттер осы балаларды құшағыңа алып, иіскеп, соларды еркелетіп, аймалатып отырған кез, ол ананың бақыты. Сол ананың бақыты мен үшін ең бақытты сәттері. Әрбір әйелге тән нәрсе деп ойлаймын. Енді шын мәнінде балаларыма не тілер едім? Ең бірінші, мен өзімнің өмірімдегі ұстанған бір құндылық бар. Ол адалдық. Адалдық болғанда мен өзіме айтам, мен ана ретінде ешқандай жаңағы дұрыс емес қадам жасамауым керек. Ертеңгі күні балаларым сөз естімеу үшін. Сол балаларымның алдынан менің дұрыс жасамаған қадамым шықпаса екен деген ойдамын. Ол менің аналық парызым, ата-ана ретінде парызым. Сондықтан әрбір қадамымды, әрбір іс-әрекетімді мен сол құндылықпенен салыстырып, соныменен өлшеймін. Бүгінгі күні мен алшақ басып, дұрыс жасамай қадамды балаларыма кесірім тимес екен деп. Сондықтан мен сол құндылықты балаларыма да жаңағы мұра ретінде бергім келеді. Балаларыма тілейтінім, менің әкем де сөйтіп айтатын соны. Ешқашан адам баласына қиянат жасауға болмайды деп. Адамға жасалған қиянат кешірілмейді дейді. Сондықтан барынша адал болса екен, өзіне, ең бірінші өзінің алдында адал болса екен, соның кейін ортасының алдында адал болса екен. Алла оларға бір айтады қазақта бармақтай бақ берсін деп. Бармақтай бақ берсін. Сондай адалдық, әділетті ортада өмір сүруге нәсіп етсін. Өздерінің бойындағы бар жақсы қабілеттерін көрсете алып, іске асырып, бір бақытты ғұмыр кешсе екен деп ойлаймын. Бірақ оның бәрі еңбек пен білім. Соны мен балаларыма қазір кішкентай кезінен үйретіп жатырмын. 5 жасар қызым бар. Құдай қаласа 6 жасқа енді толамыз. 13 жасар ұлым бар. Екеуіне де айтатыным сол. Білім сіздерді жақсылыққа жетелейді. Ата да, ана да ол мәңгілік нәрсе емес. Мәңгілік құндылық адалдық. Адал болуымыз керек. Өзіміздің алдымызда, ортамыздың алдында. Сол адалдықты балаларыма Алла нәсіп етсе екен деп тілеймін. Бүгінгі таңда мен өзімнің кішкентай 2 балапанымды сипаттау керек болса, мысал үшін, қандай сөзбен сипаттайтын едім? Ұлымның аты Ерасыл. Ерасыл деп қойған кезде атын ердің асылы болса екен деп тілегемін. Сондықтан Ерасыл мен үшін өте алғыр азамат. Ол алғыр. Ал Адия деген кішкентай ғана балапаным өте нәзік жан. Жүрегі нәзік. Сондықтан мен оны нәзік деп айтар едім. Осындай 2 кішкентай балапаным 2 сөзбен. Біреуі алғыр, біреуі нәзік.